Сәлемет жақсыздар ма, қадірменді көрермендер. Сіздер халық арнасының Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетімен бірлескен жобасы рухани жаңғыру сұраныс бағдарламасын көріп отырсыздар. Бүгінгі тақырыбымыз ұлттық фольклор рухани жаңғырудың қайнар бұлағы деп аталады. Студияда қонақта осы тақырыппен айланысып жүретін мамандар келіп отыр. Бақытжан Уәлиқызы Әзібаева, апайымыз Мұхтар Әуезов атындағы Әдебиет өнер институтының фольклор тану бөлімінің меңгерушісі, филология ғылымдарының доктор, профессор. Келесі қонағымыз Жұмашай Сайлауқызы Рақыш, Мұхтар Әуезов атындағы Әдебиет және өнер институтының жетекші ғылыми қызметкері, филология ғылымдарының кандидаты, жүргізуші мен саяси ғылымдардың докторы, профессор Сайын Молдағалиұлы. Қадірменді көрермендер, сіздер білесіздер, фольклор ол қазақ өмірінің жалпы айнасы. Фольклорды жасайтын халық, фольклор ол халықтың мынау ұжымдық шығармашылығының бір жетістігі болып табылады. Сол халықтың ерекшелігін, дүние танымын, өмір салтын, сол халықтың түрлі бір өмірінің қалтарыстарының барлығын фольклор өзінің назарынан тыс қалдырмайды. Қай мемлекетте болсын, қай елде болмасын, фольклор өзіндік бір қызмет атқарады. Қазақтың фольклоры өте бай, жалпы бүгінгі мынау рухани жаңғыру деген дүниеміздің барлығы осы біздің фольклордан бастау алады. Себебі фольклор қазақ халқын шындыққа, әділдікке, турашылдыққа, еңбекқорлыққа, отбасын сүюге, тағы басқа ізгілікті істерге бастайтын құбылыс. Сондықтан рухани жаңғыруды айтқан кезде сөз жоқ, біз фольклорға тоқтамай кетпейміз. Сондықтан елбасы да осы біздің ұлттық кодымызды ояту мәселесіне ерекше назар аударып отыр өзінің болашаққа бағдар және рухани жаңғыру деген мақаласында. Ұлттық кодтың қайнар бұлағы осы фольклор болып табылады. Ал енді осы рухани жаңғыру мәселесі мен фольклордың байланысы қандай? Әңгімені сіз бастасаңыз, Бақытжан апай. Сіз дұрыс айтып отырсыз. Біздің президентіміз елбасы Назарбаев өзінің өткен жылы ұсынған рухани жаңғыру атты еңбегінде осы қоғамдық өмірдің көптеген мәселелерін сөзге тілге тиек етті. Солардың ішінде сол кісінің айтқан, бізге ұсынған тезистердің ішінде біз үшін ең маңыздысы ол кісінің осы ұлттың рухани мәдени кодын сақтау қажеттілігі. Мысалы, Европа халықтарының рухани мәдени коды оларды Библиясында ертеректе пайда болған әдебиетінде мәңгілікке сақталса, біздің, жаңағы сіз айтқаныңыз өте дұрыс, біздің кодымыздың қайнар бұлағы бастауы ол фольклор. Өйткені бәрі де фольклорда сақтаулы тұр. Неге дейсіз? Өйткені бізде енді өздеріңіз білесіздер, жазба әдебиет дегеніміз, кәсіби өнер түрлері, кәсіби өнеріміз, балет, аномналардың бәрі де кейінірек пайда болды. Бәрінде халықтың барлық мәдени, рухани сұраныстардың бәрінде өтеген осы фольклор болды. Біздің фольклорымызда халқымыздың көне замандарда пайда болған, қалыптасқан дүние танымдық көзқарастары, ғасырлар бойы жинаған тәжірибесі, алған сабақтары, халықтың өмірінде болған бүкіл этностық мәнге ие оқиғаларға берген бағасы дегендей, көкейіне түйгендері, ғасырлар бойы қалыптасқан идеалдары, моральдық, этикалық ұстанымдар бәрі де осы фольклорда көрінісін тапты. Сондықтан бұл фольклор дегеніміз бұл халықтың педагогикасы да осында, этнографиясы да осында, өнері де осында, бәрі де осында. Сондықтан әрине фольклордың осы рухани жаңғыру жобасын орындауға, халқымыздың кодын сақтау үшін маңызы өте зор. Жұмашай, сіз қандай қосымша пікір айтасыз? Фольклор синкреттік өнер дейміз ғой, сондықтан
Фольклорда, мысалы, қазақ халқының фольклор өмірінде өте үлкен роль атқарады. Мысалы, Абайдың сөзінде айтады ғой, туғанда дүние есігін ашады өлең, өлеңмен жер қойнына кірер деген. Яғни бала дүниеге келгеннен кейін оның шілдехана тойы болады. Шілдеханадан бастап жаңағы тұсау кесу, тіпті тумай тұрып құрсақ көтергеннен бастап әртүрлі мырымдар жасалады. Сол кезде салт дәстүрлер орындалады, сол кезде тұрмыстық әндер орындалатын, өлеңдер орындалатын болатын бұрынғы кездерде. Қазіргі кезде жаңартылған рухани жаңғыруға байланысты айтатын болсақ, мысалы, қазіргі кезде соны жаңартып пайдалануға болады. Мысалы, бала туғандағы шілдехана тойлары өтіп жатыр қазір. Сол кезде біз фольклорлық шығармаларымызды қазіргі жағдайға байланысты, қазіргі өмірімізге сай өзгертіп пайдалануымызға әбден болады. Сол секілді, енді фольклор, жаңа апай Бақытжан Уәлиевна өте дұрыс айтты, шынында да фольклор біздің өміріміздегі бір өткеніміз емес, қазіргі өмірімізде де көп маңызға ие. Жаңағы баланы туғандағы орындалатын салт жоралар, одан кейін жаңа сүндет тойдағы әртүрлі шаруалар, бесікке салу кезіндегі ырымдар, тыйымдар деген сияқты, осының бәрі де фольклор. Мысалы, бізде қазір кеңестік кезеңде фольклорды сөз өнері ретінде ғана түсінетін болсақ, мысалы, Америка ғалымдары Батыс Европада, олар жалпы этнографияны да фольклордың ішіне қоса кіргізеді. Сонда оларда бүкіл біздің салт дәстүрімізге байланысты нәрсенің бәрі фольклор деп есептеледі. Ал енді фольклор туралы сөз болғанда осының бірнеше бір категориялар қолданады. Ауыз әдебиеті дейді, халық әдебиеті дейді, фольклор дейді, немесе қазақ фольклор дейді. Осы ұғымдардың қайсысы дұрыс, қайсысын осы пайдаланғанымыз жөн? Фольклористика ғылымының негізгі осыған байланысты ұстанымдары қандай қазір? Иә, бұл өте күрделі мәселе болған кезінде. Бүгінгі таңда мінеке ғылымда мынандай нәрселер мойындалып отыр. Ауыз әдебиеті деп біз қазір ақын жыраулардың поэзиясын айтамыз. Өйткені бұлар фольклордан бөлек дүние. Ол да ауызша туған, ауызша сақталады, бізге ауызша түрінде жетіп отыр. Біз оны ауыз әдебиеті дейміз. Ал фольклор, осы сөз ауыз әдебиеті деп біз фольклорды бұрын атағанбыз, жаңа жұмаш айтып кеткендей, біз өйткені кеңес заманында фольклорды тек қана сөз өнері деп түсіндік, ауызша айтылатын мәтіндерді ғана түсіндік. Бірақ ал Европада, Америкада фольклор деп бүкіл халық мәдениетін атайтынды. Біздің Ресей ғалымдары әрине оған қарсы шығып, әлі солардың ықпалында болған біздің қазақ ғылымында да солай болды. Бірақ та мынау Ресейдің өзінде де сол 90-шы жылдардан бастап түсіне басталды. Жай ғана сөз өнерін, жай ғана соны ғана фольклор десек, жалпы тек қана сол мәтіндерді ғана тексерсек, зерттейтін болсақ, онда көп нәрседен біз бейхабар болып қалады екенбіз. Өйткені кез келген фольклорлық мотив, сюжет дейміз, фольклорлық факттың негізінде өмір жатыр. Халықтың өмірі жатыр. Халықтың рәсімі, халықтың дәстүрлері. Мынау енді фольклор жалпы біздің рухани өмірімізде кереметтей үлкен бір өмірімізде рөл атқарады. Және біздің жалпы дүниетанымымызға өзі фольклор сіңіп кетеді. Ал енді бұл енді үлкен бір дүние. Қарасаңыздар, біздің қазіргі ғылым, біздің тарихтың өзі ғылымы, қоғамдық ой сана, философия, бұлар бүкіл анау біздің анау ата-бабаларымыздан келе жатқан дүниелердің барлығына ерекше бір ниет тартады. Қазақтың құндылықтары, рухани құндылықтарының барлығы фольклорға негізделеді. Енді осындай маңыз болғандықтан біздің ғалымдар оған ерекше бір назар аударады ғой. Осы фольклористиканың қалыптасуына Қазақстанда кімдер ерекше бір үлес қосты? Міне осы ғалымдарды бір атап өтсеңіздер, көрермендерге бұл өте маңызды ғой деп ойлаймын. Жалпы енді фольклортану ғылымы, ол енді көп ғасырлық тарихы бар, оны шын айту керек. Оның женеалу тарихы сол 18 ғасырдан басталады. Бұл жерде көптеген бірнеше
ұрпақ ғалымдар, буын ғалымдар еңбек сіңірді. Иә. Мысалы, фольклортану ғылымы қазір енді жалпы фольклортану ғылымы осы Қазақстандағы ғылым жүйесіндегі ең бірінші болып қалыптасқан ғылым. Өйткені фольклордан, жаңағы сіз жаңа дұрыс айтып кеттіңіз, 18 ғасырдың ғалымдары өздерін орыс ғалымдары тарихын зерттей бастағанда фольклорға назар аударды. Естеріңізде болар, енді Валихановты, фольклордан ол тарихты іздеді ғой, қазақ халқын тарихын іздеген бірінші ғалымымыз сол Шоқан Валиханов болды. Енді біздің фольклорымызды жинау мәселесі сол жаңағы айтқандай 18 ғасырдан басталды, бірақ та бірінші еңбек жазылған ол авторы Шоқан Валиханов болды. Одан кейін Радлов, Потанин, Алтынсарин, Кобеевтерді айтуымыз керек. Олар жинады және де ғылыми еңбектер жазды. Ал енді 19-20 ғасырдың басында сол фольклор ол жаңағы адамдардың 18 ғасыр, 19 ғасырдың басы 19 ғасырдың бірінші, екінші жартысы ол қазақ фольклорының бастау кезеңдері. Ал енді фольклортану ғылымының қалыптасқан кезеңі десек, ол мінекей Алашорда қайраткерлерінің қызметімен байланысты. Бұл жерде біз Бөкейханов, Байтұрсынов, Досмұхамедов, Тынышбаев, әсіресе Мұхтар Әуезовтің атын атауымыз керек. Мұхтар Әуезовтің әдебиет тарихы деген еңбегі ол қазақ фольклортану ғылымында ең бірінші монографиялық түрде жазылған еңбек болды. Бұл жерде бұл кісі фольклордың көптеген жанрларын сөз етіп берді. Одан кейін енді бұл жерде әрине Марғұлан, Сейфуллин, Кенжебаев, Қажым Жомалиев, Габдуллин, Дүйсенбаев, Уахатов, тағы басқалардың еңбектері көп. Ғылым деген білесіз ғой, оны бір адам көптеген адамдар атсалысты. 60-90 жылдары жылмақтан кейін Сталин қайтыс болып кішкене бір не болды ғой. Ғылымда деген жаңа бағыттар басталды. Сол кезде біздің ғылымға біраз жас ғалымдар келді. Олар фольклорды тек сөз өнері демей, негізінде сол фольклорды бүкіл қазақ фольклорын дүниежүзілік фольклор аясында қарастырып, этнографиялық мәселелерді бірінші қатарға шығарып, халықтың анимистік, тотемдік, тәңірлік діндерін қарастырып еңбек жазды. Бұлардың қатарында біз Сейіт Қасқабасовты, Едіге Тұрсыновты, Нина Сергеевна Смирнованы басқаларды айтуымызға болады. Мына кітаптарыңыз осы? Иә, мінекей. Ал енді қазақ фольклортану ғылымы соны 18 ғасырдан бастау алады. Сол бірнеше ғасырлық тарихы бар деп айттым. Сол фольклортану ғылымының негізгі бағыттары жинау, жариялау, зерттеу, тарихын жазу фольклортанудың және де мәтінтану ғылымын қалыптастыру болды. Сол енді жиналуына келетін болсақ, қазір жаңағы сіз айтып кеткендей бабалар сөзінің ішінде, 100 томдық бабалар сөзінің ішінде, томдарында біз фольклордың негізгі жанрлары, негізгі мәтіндері жарияланды. Оны атап өтуге болады. Оны мүмкін Жұмаша сен есінде болса айтарсың, қаншама ертегілер, қаншама мақал-мәтелдер, мыңдаған мақал-мәтелдер жарық көрді. Ал эпосымыз болса, эпосымыздың 5 түрі де жарық көрді. Ал енді зерттелуіне келетін болсақ, тағы да қайталанып айтуға тура келеді. Жаңағы аттары аталған ғалымдар өз үлесін, әрбірі өз үлесін қосты. Соның нәтижесінде біздің фольклорымыз өте бай, жанрлары 60-тан асады, жеке түрлері. Солардың әрбір жанрымыз бізде зерттелді, әрбір жанрға бірнеше монография арналды. Нәтижесінде біздің фольклорымыздың пайда болу шығу жолдары, тарихи даму жолдары қарастырылды, әрбір жанрдың спецификасы қарастырылып, біздің фольклорымыз әлемдік фольклордың құрамдас бөлігі екені
дәлелденді. Біздің ғалымдарымыз, әсіресе біздің институтты айтпай кетуге болмайды. Біздің институт осы фольклорды жинап зерттеуде әрине біздің институт, әдебиет және өнер институтының қызметі айрықша. Ал енді тікелей енді фольклордың өзіне келейік. Осы мынау фольклорда ең бір көп бір орын алатын тұрмыс салт туралы жырлар, тұрмыс салт туралы мақал мәтелдер, осы тұрмыс салтқа байланысты дүниелердің тәрбиелік мағынасы туралы айтып берсеңіздер. Жұмашай, әңгімені сіз ары қарай жалғастырсаңыз. Тұрмыс ғұрыптық фольклор деп, тұрмыс салт жырлар дегенді қазір бізде ғұрыптық фольклор деп атау қалыптасқан. Өйткені бұл жырлардың бәрі белгілі бір ғұрыптарды орындау барысында сонымен қатар қолданылатын сөздер. Сол кезде айтылады, мысалы, баланы бесікке салып жатқан кезде, немесе баланы тұсау кесіп жатқан кезде айтылатын сөздер. Ол әртүрлі салт жоралғыларды орындау барысында сол орындап отырып белгілі сөздерді айтады. Ол неге? Себебі жалпы қазақ халқының да соның ішінде осы сөздің құдіретіне сену деген болған. Сондықтан баланы жамандықтан тыю үшін, бұл баланың ары қарай өмірі, болашағы жарқын болу үшін балаға бата ретінде өмірі дұрыс болсын деген болашағына қарай оның жақсы сөздермен, жақсы сөзді айтатын, қазақ айтады ғой, жақсы сөз жарым ырыс деп. Яғни жақсы сөзді айту арқылы оның болашағына бір үлкен ары қарай жақсы болсын дейді. Сондықтан шынында да бұл қазір зерттеліп айтылып отыр, сөздің құдіреті. Шынында да сөз бүкіл өмірді өзгертіп жіберуі мүмкін. Бір ауыз сөз. Тұрмыс салт жырлар жалпы этнографиямен өте тығыз байланысты ғой. Өте тығыз байланысты. Сонда жақсы сөзді айтқаннан кейін баланың өмірі де соған қарай. Жақсы ат қою балаға, жақсы сөз айту. Адам, қазақ халқы жалпы баланың сөздің құдіретіне қатты сенген, сондықтан балаға дұрыс ат қояды. Сөзін жаңағы тұсауын кесетін адамның өзін кез келген адамға ерекше таңдайды. Ол сыйлы адам болу керек. Өмірде үлкен жан-жағына, ауыл аймаққа, өзінің әулетіне қадірлі, сөзі өтетін, тәжірибесі мол, көпті көрген, бала шағалы, үрім бұтағы жайылған, сондай үлкен әулетті басқарып отырған, үлкен әулеттің үлкен кісіге, ақсақалды қарияға, немесе бір әжеге соны кәдімгі сұрап, сіз осы баланың тұсауын кесіңізші деп шақыратын болған. Сосын тұсау кесетін адамның өзі де жаңағы ғұрыптың ішінде өмір сүргендіктен ол жолығының бәрін біледі. Сондықтан жаңағы орындау барысында әртүрлі жырларды жариялау керек. Сонда қарасаңыздар, біздің мынау анау ықылым замандардан келе жатқан біздің мынау ауызша тәрбиелеген біздің фольклор бүгінгі күнге дейін келіп біздің өмірімізде үлкен орын алып отыр. Соны біз әрбір қазақ, әрбір азамат кереметтей сезініп, соны құрмет тұту керек. Ал енді тағы да бір керемет нәрсе біздің ертегілер. Қазақ ертегілері деген бір кереметтей дүние. Сол ертегілердің жалпы рухани өміріміздегі орны мен рөлі туралы айтып берсеңіздер. Бұл ертегілер енді ертегі дегеніміздің өзі ерте заманда болған оқиғаға қазіргі тыңдарманның сенуі. Бұл жалпы классификациясында да айтады, ертегі жанрының бірден бір белгісі бұл айтушы да сенеді, тыңдаушы да сенеді. Бұның өтірік екеніне сенеді. Бірақ бұның қызметі эстетикалық ләззат береді. Сосын жақсылыққа, қалай болғанда да ертегі жақсылықпен аяқталады. Соңы жақсылықпен бітеді. Жамандықтың жақсылықты жеңуімен аяқталады. Ертегілердің басы былай басталады. Баяғы өткен заманда дін мұсылман аманда деп басталады ертегілер. Немесе ертеде ешкі жүні бөртеде баяғыда бір бай болыпты. Немесе кемпірменен шал болыпты деп басталады. Содан кейін олардың ары қарай оқиғалар басталады. Соңында барша мұрат мақсатына жетіпті. Яғни жақсы өмірге деген сенім, жақсы өмірге деген адамның осы
соңғы кездерде жамандықты көп көрсету болып отыр. Ондайдан гөрі мынау ертегі деген адамды жалпы психологиялық жағынан да мынау қазір ғылымдардың интеграциясы деген нәрсе бар. Сонда фольклордың Ресейде мысалы сондай зерттеулер жүргізіліп жатыр. Мысалы ертегінің адамның психикасына, баланың психикасына немесе қандай әсері болуы мүмкін. Соны лабораториялық зерттеулер жүргізіліп жатыр. Сол секілді шынында да сөздің құдіреті деген нәрсе енді. Сосын тағы не бар, медицинада да сөзбен емдеу. Сөзбен емдеуге қалай емдеуге болады? Осы біздің фольклорлық шығармалар арқылы, соның ішінде ертегілер арқылы, жақсы нәрсеге деген сенім адамның өміріне ары қарай жақсы үлкен қозғаушы күш болып қалыптасуы мүмкін. Мысалы 20-30 жылдары алаш қайраткерлері ұран тастады. Ол қандай ұран еді? Жерде әлі кеш болмай тұрған кезде ауыз әдебиетін жинап алуымыз керек деді. 20-30 жылдары мемлекетті құру деген мәселе қойылған кезде тағы бір мәселе болды. Ол дер кезінде халық ауыз әдебиетін жинап алуымыз керек. Сонда талай съездер құрылды. Сол съездерде күн тәртібінде тұрған мәселе осы жердегі фольклорымызды жинап алуымыз керек. Мақала жазды олар. Мақалалар жазды. Съездер болды. Съездердегі осы халық ұран тасталды. Халық ауыз әдебиетін фольклорды жинау деген мәселе. Енді қарасаңыздар осы мына қазақ балаларының, енді қазақ сөйлейтін балалардың, нәрестелердің ертегіге деген құмарлығы кереметтей. Бұлардың мен өзім ойлаймын, енді бәріміз үлкен жастамыз қазір, немере тәрбиелеп жатырмыз, генетикалық кодтарында жазылған ертегіге деген сүйіспеншілік. Ертегіні жақсылап тұрып айтып берсеңіз, немесе оқып берсеңіз, жатарының алдында қазақ тілін түсінетін бала ертегіні кереметтей тыңдайды, үйіп тыңдайды, және содан бір үлкен бір ләззат алады. Енді әрине, сіз бұл айтып отырған жалғыз қазаққа емес, басқа халықтарға да ертегі деген бұл керемет. Біз қазірді кей кезде мультфильмді қарап қызығып отырамыз ғой. Шіркін ол жердегі көрсетіп жатқан өмір деген қандай әдемі. Бүгінгі мынау дүние жүзінде болып жатқан барлық жаман қайғылы оқиғаларды ұмытасың. Ол рас қой. Жұмаша, сен де сізді қарайтын шығарсыздар мультфильмдерді. Әсіресе осы жерде мынау орыс мультфильмдері өте әдемі, оны мойындауымыз керек. Сосын және біз сондай мультфильмдер шығаруымыз керек. Иә, шығаруымыз керек. Мысалы, мінекей мынау оңтүстік кореялықтар осы бір 7-8 жыл бұрын осы жерге біздерге келіп, біздің ертегілерімізді, эпостарымызды, сюжеттерін жинап алды ғой. Одан кейін олар түрлі конференциялар өткізді, сказительское искусство деген. Сол біздің сюжеттеріміздің, ертегілеріміздің сюжеттерінің негізінде олар көптеген мультфильмдер шығарды. Өз елінде. Иә, өз елінде, бірақ та олар бізге келгенде, бізде ғылыми кеңесте олар отырды, өздерінің жобаларын айтты, сіздер қорықпаңыз деді, біз әрине бергіміз келмеді, бірақ та біздің барлық дүниелеріміз интернет тұр ғой. Иә, ашық қой. Иә, ашық қой бәрі де, иә. Бірақ та біз сұрақ қойдық, ең болмаса сол мультфильм шығарғанда, мысалы қазақ ертегісін негізінде шығарған мультфильм болса, онда бір жерінде жазып қоясыздар ма деп. Иә, жазып қоямыз деді. Мінекей сол корейліктер, солтүстік корейліктер соны баяғыда түсінген. Ертегі деген керемет информациялық маңызы, ролі күшті нәрсе ғой ол. Шымкентте бір жебе студиясы бар, солардың шығарған Қошқар мен Теке деген ертегісі. Өте қазақи болмысқа лайық, өте жақсы шығарылған ертегі. Сол секілді қазақ тарихы деген, қазақ тарихы ғой деп, сондай бір мультфильмдер шығарып жатыр. Бұлар мемлекеттік емес, жеке студияларда шығарылып жатыр. Бұл үлкен мемлекеттік қолдауды, мемлекеттік бағдарлама аясында орындалуға тиіс нәрселер. Енді ертегілерден кейін тағы да бір, енді біз бала кезімізде кереметтей осы тыңдайтынбыз, үлкен адамдар оқып берсін, батырлар жыр. Батырлар жырының жалпы, мен өзім ойлаймын, бүгін қазақтың патриотизмді тәрбиелейміз деп жатырмыз ғой. Үлкен мәселе ретінде қай мектеп болмасын, қандай жоғарғы оқу орны болмасын, жалпы қандай идеологиялық үйін болмасын, қазақстандық патриотизмді қалыптастыру керек деп жатырмыз. Міне осында
батырлар жырының рөлі өте күшті. Сол туралы айтсаңыздар, батырлар жырының маңызы, оның жалпы фольклористикадағы орны мен рөлі туралы. Жалпы мынау қазақ эпосын сөз еткенде жұрт тек қана батырлар эпосын, батырлар жырын мензейді. Ол рас, өйткені батырлық жырлар біздің эпостық мұрамыздың ең үлкен бөлшегі. Бізде мына бабалар сөзінде жалпы эпосының 63 томы батырлар жырларын оған дейікші? Жоқ, жалпы эпостың. Ал бізде енді эпостың көне эпосымыз бар, батырлық жырларымыз бар, қахрамандық эпос дейміз, ғашықтық жырларымыз бар, дастандық эпосымыз бар, және тарихи эпосымыз бар. Соның ішінде әрине батырлық жырларымыз біз үшін ерекше. Ал енді патриотизмге келетін болсақ, әрине ол сондай. Осы жерде рух деген мәселені сөз етуімізге тура келеді. Жалпы қазақтың рухы қашан болғанда да, қашан болса да өте жоғары мықты болған. Естеріңізде бар шығар, енді Байтұрсынов айтты ғой кезінде, халықта жоқ рух батырда болмайды деп. Өйткені батыр сол халықтың айнасы, халықтың рухының айнасы. Қазақтың рухы әрқашанда жоғары болған. Біздің батырларымыз өз жері үшін, өз ел үшін аянбай қызмет еткен. Ал енді қазір әрине жағдай өзгеше. Қазір көптеген қиындықтар туып жатыр, көптеген қауіп қатер бар. Мысалы, идеология дегеніміз, экология дегеніміз. Біз үшін ассимиляция деген мәселеді күн тәртібінде тұрған өте қорқынышты жағдай. Сондықтан біздің балаларымыздың бәрі де әрине, қазір енді бұрынғы заман жоқ қой, енді батырлық деген енді атқа тұрпаларына отырып енді жаумен күреспейді ғой. Бұрын әрине жағдай жеңілдеу болды. Дұшпан көз алдында тұратында. Қазір енді ондай дұшпандарымыз бізде жаңағы айтып кеткенде экология, идеология дегендей өте көп. Но бірақ та мен ойлаймын, біздің балаларымыз, жас өспіріміз, ол ұшқыш болғысы келсе де, космонавт, дәрігер, заңгер болғысы келсе де, ол бәрібір сол біздің батырларымыз сияқты сондай ер мінезді, қайсарлы болуды армандайды. Ал енді соның негізінде адами қасиеттермен бірге кез келген жас өспірім отанын сүю керек. Өйткені отанын сүймеген адам ол кім? Оның тегі де жоқ, үйі де жоқ, отанды жоқ болады ғой. Сол біздің батырларымыз бұрын, мысалы, көне эпоста өз семьясын ғана қорғайтынды. Ал енді біздің классикалық жырларымызда олар ру тайпасын қорғайтынды. Ал енді тарихи эпосымызда біздің батырларымыз отанын, жерін қорғайды. Сондықтан мен ойлаймын, сол эпостарды біз насихаттауымыз керек. Сонда біздің жас өспірім тек қана жаңа пайда болып жатқан символдарға, эталондарға жүгірмей, өзіміздің батырларымыз сияқты жерін сүйіп, елін сүйіп, отанын сүйіп үйренеді деп ойлаймын. Тағы да бір несі айтып көрейік, енді жаман айтпай жақсы жоқ. Мысалы біздің Қазақстан үлкен империялардың ортасында тұр ғой. Бірнеше империяның, үлкен империяның. Ал енді сол империялар бізге тікелей агрессия жасайтын болса, қазақтың азаматтары қолына қару алып қарсы тұру керек қой. Сонда біздің батырлар жыры нағыз үлгі-өнеге болады ғой деп ойлаймын. Олар қазір енді қолдарына найза алмайды, қолдарына автомат алады, үлкен қазіргі, Құдай одан сақтасын. Батырлар жырының шығуының өзі, ұлан-ғайыр жерімізде көптеген батырлар болды ғой. Әр жерде, әр ауылдан шықты батырларымыз. Сондықтан мына ұлан-ғайыр жерімізді қорғап қалу үшін де батырларымыздың болуы ол заңды, ал батырларымыз туралы жырлардың болуы, ол әрине ол да түсінікті нәрсе. Мынау Қамбар батыр, Алпамыс батыр, Едіге батыр, Қобыланды, міне осылардың барлығын кезінде мынау батырлар жыр деген үлкен бір кітап болатын, ол әр үйде болатын. Өкінішке орай 20 мың, 30 мың, 40 мың данамен шығады. Міне құрметті көрермендер, міне өкінішке орай біздің мынау бұқаралық ақпарат құралдарында тек қана киноны ғана көрмей, осындай батырлар жырын әрбір жанұяда болса деген тілек айтқымыз келеді. Ал енді тағы да бір тамаша мынау біздің
фольклордың саласы жаңа айтқан тарихи жырлар. Қазақ халқының тарихи санасын, тарихи жадын тәрбиелеуде рөлі өте күшті ғой. Солай деп ойлайсыздар ма? Әрине, ол солай, иә. Тарихи жырларымыз әрине батырлық жырларда кейін пайда болған. Олар көбінесе сол 15-ші, 16-ші, 17-ші, 18-ші, 19-ші ғасырларда болған оқиғалардың ізімен пайда болған нәрсе. Жоңғар, қалмақтар. Шындықты айту керек, Қоқан, Хиуа хандықтарын енді көптеген жасаған әрекеттеріне қарсы төтеп берді. Сосын мынау енді Ресей патшалығы біздің жерімізді отарлау мақсатыменен көп ғасырлық әрекет жасады ғой, ақырында дегеніне жетті. Сол тарихи жырлардың негізін солар жасайды. Енді жаңағы айтқандай батырлық жырларымызда қиялдық нәрселер, ертеден келе жатқан гипербола деген ертеден келе жатқан сюжеттері пайдаланылса, мына тарихи жырларда өмірде болған нақты оқиғалар баяндалады. Және оның кейіпкерлері өмірде болған, тарихи құжаттарда аты аталған реалды тұлғалар. Жалпы енді бұл тарихи жырлардың да негізгі тақырыбы жерін қорғау, елін қорғау. Бірақ та бұл жерде, мінеки жаңа айтып кеттім ғой, мысалы Қобыланды олар Алпамыс Қоңырат елін қорғаса, Қобыланды Қара Қыпшақ елін қорғаса, тарихи жырларда бәрі де қазақ жерін қорғайды. Ру тайпаға бөлінбейді. Бұл жерде мінеки бүкіл қазақ халқы, бүкіл қазақ халқы Абылай хандың маңына жиналған. Жиналып, соның басшылығыменен бір жұдырықтай жұмылып, елін жерін қорғады. Бұл жер, сондықтан бұл тарихи жырлардың жалпы маңызы өте зор. Бұл жерде біздің тарихи жадымыз. Бұның бәрі кеше ғана болған нәрселер. Кеше ғана біз, енді кеше ғана болған нәрселер ғой. Енді кешегі Олжабай, Өтеген, Райымбектер дегеніміз, Қабанбай, Бөгенбайлар бәрі де кеше, мен үшін мысалы, кеше болған оқиғалар сияқты бәрі де сол 18 ғасырда болды ғой. Бұл жерде егемендік идеямыз, тәуелсіздік идеямыз үшін күресті ғой бұлар. Сондықтан әрине тарихи жырлардың несі өте зор. Ал енді әрине бізге енді біз мынау ядролық қаруымыздан бас тартқанда бізге мынау алпауыт державалар, әлемдік империялар бізге кепілдік берді ғой. Бірақ та енді қазір жағдай көріп отырсыз, оны президентіміз де ашықтан ашық айтты ғой. 5 ядролық мемлекет бізге ешкім соқтықпайды, Қазақстанның қауіпсіздігіне біз кепілдік береміз деп бейбітшілік қарым-қатынас жасаймыз. Бірақ та өмірде кішкене біраз өзгерістер болып жатыр. Мысалы Украинада болған жағдайлар. Сондықтан біздің президентіміз айтты ғой, біз бәріне де дайын болуымыз керек. Сондықтан әрине біздің жастарымыздың жауапкершілігі өте мол. Олар көптеген нәрселерге, вызовтарға төтеп беруге тиіс. Әлемдік қауіптер мен қатерлерге тиіс. Өйткені біздің еліміз, біз сондай бір өте сондай географиялық нүктеде отырмыз. Мынау жаңағы айтқанда өзіңіз дұрыс айттыңыз, екі алпауыт мемлекеттің арасында отырмыз. Әрине қазақ халқы жалпы сақ болу керек деп ойлаймын. Осы тұста фольклор рухын көтеру үшін, елдің рухын көтеру үшін әрине фольклорлық шығармалар өте көп көмек себебін тигізеді деп ойлаймын. Ұлттық бірегейлігі, топтасуға, бір жеңнен бас шығарып, бір жағадан бас шығарып, бір жеңнен қол шығарып, шын мәнінде халықты ұйымдастыратын осы тарихи жырлар, батырлар жыры. Сосын бізде мынау демография мәселесі де өте нашар ғой, демографиялық қауіпсіздігіміз сондықтан біз мынау енді шетелден келген оралмандарымыз ол процесс тоқтағанға ұқсайды. Сосын жаңағы мен айтқан ассимиляция деген ол да үлкен мәселе бізде. Өйткені бізде 130-дан астам халықтар, этностар өмір сүреді. Біз осы жақтан да өте сақ болуымыз керек. Балаларымызды тәрбиелегенде өз ұлтымыздың
кодын сақтау үшін біз балаларды жасынан тәрбиелеуіміз керек. Қазақ тіліне үйретіп, қазақ әдет ғұрпына үйретіп, осы біздің батырлық жолдарымызда мысалы тек қана отан сүю, отанына қызмет ету емес, сол жерде біздің батырларымыздың баламен атасының, әкесінің қарым-қатынасы жарық үлгі береді. Иә. Ағасымен қарындасының қарым-қатынасы, батырдың жарымен деген қарым-қатынасы, оның әйелі жары деген жолдасын енді батырды қалай сыйлайды, ал енді батырымыз әйеліне қалай қарайды, қалай сыйлайды, қалай құрметтейді. Соның бәрі де біздің жалпы фольклорымызда, соның ішіне жаңағы айтып отырған батырлық жырларымызда жарық көрініс береді. Жалпы сол фольклор деген бұл жерде педагогика да осы жерде, этнография да осында, саясаттану да осында. Өйткені саясат дегеніміз сол үйдегі қарым-қатынастан басталады ғой. Біз үйде қалай қарым-қатынастық орнатсақ, сол көршілермен де, басқа державалармен де. Өте тамаша айтып отырсыз, тамаша айтып отырсыз. Шын мәнінде қарасаңыздар, мынау әлгі рухани адамгершілік қасиеттеріміз, біздің жалпы мемлекеттік қауіпсіздігіміздің өзі біздің ұлттық сапаларымызға, ұлттық белгілерімізге үлкен бір байланысты. Оның қайнар көзі фольклор. Сонда шын мәнінде рухани жаңғырудың айнасы, қайнар бұлағы мынау фольклор болып отыр. Тағы да бір тамаша фольклордың саласы мынау лира эпостық жырлар, махаббат жырлары. Бұлар біздің мынау үлкен бір тамаша қасиетіміз, адамгершілік қасиетімізді жаңа айтып кеттіңіз өзіңіз, Бақытжан ханым, өте тамаша айттыңыз. Мынау шын мәнінде дұрыс махаббат ұстай білу, жанұяны дұрыс ұстай білу, отбасын дұрыс тәрбиелей білу, міне осындай дүниелерге байланысты. Солар туралы айтсаңыздар. Жалпы енді біз қазір оны лира эпос демейміз, оны біз ғашықтық жырлар дейміз. Иә, не болмаса романдық жырлар дейміз. Бұл жырларды ең бірінші зерттеген Мұхтар Омарханұлы Әуезов болған. Ол кісі бірден бедеді. Бұлардың ең бірінші батырлық жырлардың айырмашылығы дейді, бұл жерде махаббат тақырыбы, семья тақырыбы, және де бұның негізін дейді ол кісі қазақтың этнографиясы болып табылады дейді. Ол рас. Мінекей қараңыз, Қозы Көрпешті алайық. Қозы Көрпеш Баян сұлу жырын алайық. Басынан бастап бұл жырдың сюжеті сол қазақтың енді дәстүрлі ғұрыптарына негізделген. Мысалы, әлі тумаған баланы атастыру деген. Еже қабыл дейміз оны. Одан кейін баласы туғандан кейін сүйінші сұрап ауылға кетуі. Ауылдан ауылға шауып сүйінші сұрауы. Одан кейін енді аңда қайтыс болғаннан кейін естірту. Иә, естірту дейміз, көңіл айту дейміз. Одан кейін Қозының әкесі қайтыс болғаннан кейін Баяндың әкесі үдері қашады ғой. Қызын ол да неге қашады, неге Қозы Көрпештің әулетінен қашады. Оларды қуатты бай болды ғой. Бірақ та Қозының інісі де жоқ, ағасы да жоқ. Ал енді ертең Қозымен бірден болып қалса, білесіздер ғой, әмеңгерлік заңды. Онда ол Баян, ол әулеттен кетпеу керек қой. Ол солында қалу керек. Ал Қозының ағасы болса, оны Баян соның ұрысы болар еді. Ал Қозының не інісі жоқ, не ағасы жоқ болды. Сондықтан қашып кетеді. Ал енді Қозының ұран баруы бәрі де, осы сюжеттің бәрі де бастан аяғына дейін сол неге қазақтың ғасырлардан, байырғы ғасырлардан келе жатқан дәстүрлеріне негізделген. Этнографиясы. Иә, этнографиясының. Қыз Жібек те солай. Ал енді кейінгі замандарда бізде мынандай ғашықтық дастандары пайда болды. Олар өмірде болған оқиғалардың ізімен жасалған дастандар. Ол жерде әрине басқаша, ол жерде осындай ғұрып салттарды таба алмаймыз. Олар өмірде болған нелермен жасалған. Ал енді мінекей осы біздің батырлық эпостарымыз отанды қалай сүю керек, отанға қалай қызмет істеу керек
үйретсе, бұл жерде мінекей адамдардың қарым қатынасы, махаббатты қалай бағалау керек, қалай оған адал болу керек. Яғни семья мәселелері осы біздің дастандарымызда, ғашықтық жырларымызда көруге болады. Бұл жерде тек қана махаббат емес, бір жағы өскелең ұрпақтың ертең тәрбиелі болу үшін анасына байланысты. Сондықтан қалың берсең де текті жерден ал дейді. Жаңағы ертеңгі ұрпақты, саналы ұрпақты тәрбиелейтін ананы алу керек, сондай қызды алу керек. Сондықтан жаңағы бала екі аңда жүріп, Қарабай мен Сарыбайдың ертең сенде ұл болса, менде қыз болса, екеуміз құда болайық деген нәрсе. Бұл ежеғабыл деген нәрсе, енді яғни текті жерден қыз алу. Өйткені ұрпағы, келе жатқан балалардың ұрпағы, оның жаңағы тектіліктен айнымау үшін сондай өзіне сай, өзі секілді өзінің жаңағы дәрежесіндегідей текті ұрпақты тәрбиелейтін, текті қызды алатын болған. Сондықтан жаңағы апайдың айтып отырғаны сол, жаңағы Ал жалпы біздің фольклорымызда жаңа есіме түсіп отыр, экзогамия деген ол да біздің фольклорымызда енді көрініс табады. Мысалы, қобыландылар бәрі де қобыландық қызды басқа елден алады ғой. Бізде 7 атаға дейін қыз алуға тыйым салынған нәрсе ғой. Ол да өте дұрыс нәрсе. Қазір енді ғалымдар батыр шыққанда екі түрлі сапарға шығады, біреуі қыз іздеп шығады, немесе жауды іздеп шығады. Қыз іздеп шыққанда, мысалы, Ерназарда. Ерназар жаңағы 8 баласымен кімге? 9 бала ғой ертөстікпенен. Сонда бір үйден алсам екен дейді. Бір үйден алсам екен деп қыз іздейді, ел-елді іздеп жүріп. Сонда жаңа Кенжекейдің сырғасын көріп, жабықтан көріп, менің 8 балам бар еді, соған бір үйден алсам екен деген арманын айтады. Тамаша қызық нәрселер. Ал енді тағы да бір мынау фольклорда өлер атқалатын мақалдар, мәтелдер. Енді бұлар бүгінгі көбі жетті, мақал мәтелдердің осы мақал мәтелдер адамгершілік тәрбиесінің, жалпы дұрыстамдылыққа тәрбиелеудің, әділдікке тәрбиелеудің қайнар көзі ғой деп ойлаймыз. Қалай ойлайсыздар? Әрине, олар көп салалы, көп жанрлы, көп түрлі, көп тақырыпты. Мақал мәтелдер бұл белгілі бір өмірдің жағдайына байланысты дайын түрде алынады. Өмірдің жаңағы көпті көрген кісілер белгілі бір ситуацияға, жағдайға байланысты бір кездерде шығарған болуы мүмкін. Ол кейін басқа адамдарды дәл сондай ситуацияда, сондай жағдайға тап болған кезде дайын мақал мәтелді айтып, өз ойын сонымен білдіреді. Өз ойын сол дайын мақал мәтелдерменен тиянақтай алады. 90 сөздің тобықтай түйіні деп бекер айтылмайды мақал мәтелдер. Мақал мәтелдерімізде бұл философия, тұнып тұрған философия. Кез келген өмірдің жағдайына байланысты бір мақал мәтелдер болады. Соны жақсы жарымырыс, мысалы, отандастық, енді семьяға, отбасына байланысты, еңбекке баулу, отанды қорғау деген сияқты түрлі тақырыптардағы мақал мәтелдеріміз бар. Бұлардың бәрі де өзінің өмірлік жағдайларға байланысты қолданыс табады. Мынау халықтың даналығы, жалпы халықтың әрбір неге байланысты, ситуацияға байланысты бір тапқыр сөз айтып, сол мәселені және қазақ сөзге тоқтаған ғой. Сол дұрыс сөз айтылса, сол мәселені шешілетін сөз айтылса, тоқтап қалған. Енді қазір өкінішке орай ондай қасиеттен айырылып бара жатырмыз біз. Бірақ та сол тамаша өзіміздің ұлттың үлкен бір сапалық белгілерін қайтарып алсақ, өте бір нұр үстіне нұр болар еді. Қадірменді көрермендер, бүгінгі талқыланған тақырыбымыз ұлттық фольклор рухани жаңғырудың қайнар бұлағы деп аталды.
студия қонақтарына келген осы мәселені талқылаған үлкен рахмет айтамыз. Әрине, мамандар осы мәселеге байланысты ұшан теңіз дүниелерді айтуға мүмкіндігі бар. Бірақ та бір хабарда біз осы фольклордың негізгі бағыттары туралы, фольклордың рухани жаңғыру үрдісіндегі орны мен рөлі туралы мәселені ғана қозғадық. Өкінішке орай уақыттың тарлығына байланысты назар салып тыңдағандарыңызға рахмет. Қадірменді көрермендер, сіздер Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті мен халық арнасының бірлескен жобасы рухани жаңғыру сұраныс бағдарламасын көрдіңіздер. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын деген тілекпен, әр үйде қазақтың фольклоры орын алсын деген тілекпен бүгінгі хабарды аяқтаймыз. Назар салып тыңдағандарыңызға үлкен рахмет. Хабарды жүргізген мен, саяси ғылымдардың докторы, профессор Сайын Молдағалиұлы.